Жедел жәрдем енді тәулік бойы жұмыс істемеуі мүмкін. Бригада кешкі сағат 6-ға дейін ғана шақырту қабылдайды, ал түнде бармайды. Аптадағы жұртты елең еткізген ақпараттың алдысы осы болды. Денсаулық сақтау министрлігінің енгізгелі жатқан бұл өзгерістерін түсінбей қалғандар көп. Министрліктің жұмысшы тобымен аталған 4-ші санаттағы категориялық шақыртуларды емханалардың жұмыс уақыты кезінде арнайы мобильдік бригадалар арқылы қамтамасыз ету шешім шығарылды. Жаңа ережеге сай 4-ші санаттағы науқастарға таңғы 8-ден кешкі 6-ға дейін емханалардың арнайы мобильді бригадалары қызмет атқармақ. Ал мекеменің жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін әдеттегідей жедел жәрдем қызметкерлері көмек көрсете береді. Шенеуніктер халық үшін бәрі бәз баяқша қалады деп сендірді. Халық осы уақытқа дейін жедел жәрдемді қалай алып отырса, бүгінгі күні де ертең бұйрық жобасы бекітілген күнде де сол күйінше алып отырады. Тек бұл жерде қай бригадамен қамтамасыз етілетіндігінде ерекшелік.